Атырауда блогер не бар ма не? Атыраудың блогерлерін менсінбеймін. Шошаңдап жүресіңдер деп Атыраулық блогер. батылым бармады. Актриса боламын деп айтуға. Байып кетуге болатын еді абай. Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл Айда Берсін подкастының екінші маусымы. Соның авторы мен Абай Амиров. Және де біз жаңа маусымды жаңа кейіпкермен бастаймыз. Қасымда Аружан Сағындыкова, танымал блогер, актриса, керемет ана, және де менің досым. Аружан, қош келдің. Қош көрдік, шақырғаныңа рахмет, Абай. Сен сұхбатқа шақырғанда мені ерекше шақырдың туған күнінде, бөлек сыйлығыңды беріп, тағы бір сыйлығым ол сен туралы сұхбат болады дедің. Шынымды айтсам, қатты қуандым. Кеше түнде ойлап жатырмын, ертең қалай болады екен деп, енді өмірімдегі алғашқы сұхбат, үлкен тағы да басқа да Қазақстанға танылатын сұхбаттардың басы болсын деп тілеймін. Мені көп жерде көрмегеннің себебі тек Инстаграмда ғана белсендімін, және де Каспиан Ньюс, басқа да арналарға қысқа ғана актриса ретінде өзімнің ойыңды білдіру үшін блогер ретінде шақыратын едім. Ал толық бұл менің алғашқы сұхбатым. Ең бірінші сұрақ, Арушкинс кім? Өзіңді кім деп санайсың? Адам десең. Мен адаммын. Арушкинс деген, енді есім Аружан. Арушкинс деген сол бір кездері Инстаграмда әртүрлі ник өзгертетін едік қой. Сол кезде бір Арушкинс деп жазғам, и звучит етіп, бір өзіме ұнады, солай мені келе жатырмын. Еркелетін дейді. Иә, сондай бір. Ал ең бірінші, өзің жаңа айтқандай, анамын, бір ұл, бір қызым бар, келінмін. Одан кейін өзің айтқандай, блогер және актрисамын, бірақ өзімді көбінесе актриса емес, блогер ретінде көп танытып жүрмін. Сен жас анасың, жас семья дейміз да, біздердегі 2 балам бар, күйеуім бар. Естігенім, сол дәл қазір сұрағым келеді да, көптеген әңгіме болды, сенің күйеуің аты оның Айжарық байдың баласы. Аружан байдың баласына тиіп алды деді. Баласына тиіп алды деген әңгіме естідім. Сол туралы не айтасың? Бұл менің өзімнің театрдағы әріптестерім де әзілдеп солай айтатын, бай біреуге шығып алыпсың ғой деп. Енді бай деген ол кімнің түсінігінде қандай? Менің барған жерім адамгершілікке, жаңағы адамды бір түсінуге, жылулыққа, қамқорлыққа бай адамдар. Ал материалдық жағынан мен бай деп қалай айтсам болады? Айтқан ұят болар. Жағдайымыз енді әрине ешкімнің артында емеспіз, алдында да емеспіз, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Орысша айтқанда крепкий средний черный. Иә, алдыда емеспіз, артыда емеспіз. Жақсы. Немесе енді жақсы көріп қалдым байдың бар. Не істейсің, жақсы көріп қалдың. Не дейді ғой? Вузға түстім дейді ғой. Вышла удачно замуж деп. Енді білмеймін, енді байдың баласы деп енді айта алмаймын. Қарапайым семья. Правда, мен коттеджде Астанада 5 үйлері бар. Сен жаңа өзің айтып кеттің келін деп, сондықтан келесі сұрақ содан туындап отыр. Енеңмен араларың қандай? Менің енем керемет десең. Енді енем шынымен де керемет адам. Жас, өзінің сүйікті істері бар, хобби бар, келіннің бір артын аңдып отыратын адам емес. Қашанда өсуде, дамуда, саяхаттауды жақсы көретін ата мен енем сондай. Сен актриса, блогер деген реакциясы қандай болды? Енді ең әуелі менің жолдасымның ауылы, менің анамның, мамамның ауылдас. Мені анам, мені атам барлығы бір ауылдан шыққан, бір мектепте болған. Кішкене біздің ауыл шулап, блогер келін сен деп жатыр екен ауылдарыңа деп. Сондай әңгіме болды. Себебі блогер деген елдің алдында жүргесін. Көбінесе енді бізде бойдақ кезімізде қазіргідей салмақтылық жоқ. Көбінесе жаңағы енді видеоны да билеп түсіресің, бір солай секіріп ойнап күліп жүрген уақыттан ғой, ал үлкендерге ол бір күлегеш қыз екен деп көреді да, бір жеңілтектеу деп көреді. Енді үлкен адамдардың түсінігі басқа ғой. Ал келін болып түскеннен кейін, енді ал блогер келіндері қандай келін деген басталды. Барлығы да, жан жақтағы сөздің барлығы ата енеңнің түсінігі жақсы болса жабылып қалады. Біздер жақсы тез үйренісіп кеттік. Блогыма
қолдайды. Бір күні мынадай қызық болған, мен келін болып түстім. Енді басқа үй все-таки бір көңілін құлазып жүреді. Сол кезде абысыным, арамыз 4 жас, Аружан, сенің если что видеоларына мен түсейін деп маған ұсыныс тастады. Мынандай тикток бар, қарашы деп, ол кезде Келінжанның сериалы хит болып жатыр. Соның жаңағы әртүрлі звуктарына екеуміз түсеміз. И менің бір сол кездегі прайм эрам абысының екеуміз қатты жаңағы танымал болдық та. Дуэт болдық. Тіпті абысының өзінің парақшасын абысынтай деп өзгертіп, екеуміз неше түрлісін түсіретінбіз. Сол бір күні папа ата-енемнің спальныйында, өйткені жұмыс істеулі бар, сол жерде видео түсіріп жатыр едік. Менде мұрт, атамның пиджагы, басында жаңағы кипон, бірдеңе түсіріп деп атам кіріп келді ғой. Ойбай, кино түсіріп жатсыңдар ма, жақсы деп жауап беріп. Содан да жаңағы қолдауын білуге болады да, кино түсіріп жатсыңдар ма, жарайды деп үндемей жайлап жүріп реклама жасаймыз. Біз ол кезде гиф жасаймыз, екеуміз жасамайтынымыз жоқ, үйден кетіп қаламыз, үйге дұрыс қарамай қаламыз, балаға қарай алмай жатамыз. Барлығын түсіністікпен қарап, мен ол кісілерге қатты ризамын. Бірақ андай не болған жоқ. Кейде ұялады болып, например, мысалы, мен тумаларым, Абай блогер, Абай телеведущий дегенде шамалы дұрыс жұмысы жоқ па деген сияқты ондай туындаған жоқ па? Енді актриса болғанда мен кәдімгі жалақысын алатын пенсионкасы түсетін жұмыс жасайтынды біледі ғой, енді оның барлығын түсінеді. Ал блог, енді мен блогерлікмен мамандығым емес қой, как ол кезде білмеді блог туралы. Жүре бара, қазір мен 5 жыл келін болдым ба, блогымды түсініп, шынымен де нақты пайдасы әкелетін жер екен деп қарап. Ол кезде мүмкін жеңіл қараған шығар енді өздерінің хоббилары деп. Бірақ енді актриса ретінде мойындады, спектакльдеріме келеді, премьераларға келіп тұрады, ата-енем. Қолдайды. Мақтанады. Видеоларын қарайды. Мысалы, кешкі аста сөйлесесіңдер ма? Негізі мен мынаны шығардым, мынаны істеген жоқ, бізде семьяда еркін сөйлесем бір-бірімізбен, бірақ енді жеке шаруаларымызды көп айтпаймыз. Онда талқыланбайды. Жалпы былай әңгімелер, солай болмаса, енді блог туралы ештеңе айтпайды, тек аман жүріңдер, түсіре беріңдер деп солай нетеді. Артық сөз жоқ. Сонымен финально единмен проблема уже. Да, как подружки. Ставь на паузу интервью. Почему? Потому что я хочу объявить конкурс на 50 000 тенге. Условия просты. Оставляй комментарий внизу, подписывайся на канал Абая Амирова. Я выберу лучший комментарий и подарю 50 000 тенге. Удачи! Сонымен, Аружан, сұхбатымызды жалғастырамыз. Дәл қазір біз қайдамыз? Қазір сіздер Қазақстандағы 66-шы театр болып жаңадан ашылған Атырау облыстық жастар театрында қонақтасыздар. Керемет. Жұмыс орын осы жерде. Осы жерде бұл жалпы ғимарат 1938 жылы салынған. Ойлап қарасақ, соғыс жылдары салынған. Бұл здание бізге оңайлықпен келген жоқ. Атырау жастар театрын ашу да оңай болған жоқ. Енді 10 жыл уақытта жеттік. Оның алдында біздер Атыраудағы жалғыз театр, Махамбет Өтемісұлы атындағы академиялық қазақ драма театрында жұмыс жасадық. 5 жылдай сол жақта жасадым. Қазір соңғы 2 жыл осы театрдамыз. Ең басты сұрағым, Атырауда актриса болу қалай? Мәртебелі ма? Өзіңді қалай сенесің? Халық не дейді? Сол туралы сезімдеріңді айтып кетсін. Актриса болу негізі Атырау қаласында. Мен біріншіден оқыған актриса емеспін. Көбі сол сұрақты қояды маған. Сізде диплом бар ма деп. Мен дипломды биыл ғана аламын. Оралда оқып жатырмын актриса мамандығына. Бұл бакалавр дипломы, иә? Иә. Менде бірінші жоғары диплом бұл биотехнолог деген мамандықты оқыдым осы Атырауда, Халел Досмұхамедов атындағы университетте. Енді өнерге бірден қадам баспадым, себебі ата-анам қарсы болды. Енді актриса Алматыға бару дегенді үлкен кісілер түсінбейді ғой негізі. Өзім де барам деген де қойған жоқпын, бірақ енді осылай театрға кастинг арқылы өтіп, әуесқой театрдың актрисасы болдым. Бірақ дипломсыз қазіргі таңда жұмыс жасаған енді өзіңе де жақсы емес, оқыған жақсы. Сол себепті Орал қаласында оқып жатырмын. Бар ғой кейде өнер адамдары. Ой, тамадағы, ой, халтурщик сияқты қараймын. Иә, ондай бар ма? Әрине бар. Себебі бір жағынан мен енді келін болғандықтан, қайын жұртында келін қайда жасайды, жұмыста ма дегенде мен өзім ұялатын болдым енді актриса деп айтуға. Ал мен өзімнің қайынатам, мен келінім актриса, блогер
деп осылай айтып отырады қонақ келген сайын. Мақтанады ма? Иә, егер сені ағайындарың көтермелеп, саған сеніп қолдап тұрса, ол енді керемет деп ойлаймын. Мен ата енем ол жағынан көмек береді. Ата анам енді әуел баста кішкене не бар сол шошаңдап жүресіңдер деп сөйлейтін еді басында. Одан кейін мен рөлдерімді көріп, шынымен де осы жақта өзімді театрдан көретінімді көріп қолдады. Андай ойлаған шығар, иә, жас қыз ғой, бала ғой, студент қой. Қояды ғой, уақыты бар ғой, ертең. қояды Иә. ғой. Пока түсінбейді күйеуге ғой. шығады ғой, бала туады ғой. Конечно, Қойған жоқсың. қайдағы актриса деп. Иә, қоймадым. Қоймадым. Арушкин, сұхбатты жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Соңғы ай сенің скандалын шулатқан, сенің ол кісіде қаншама мың просмотр жиналған рилсің сен туралы. Атыраудың топ блогері деген Арушкинский. Құрметті атыраулықтар, мен сіздерге бүгінгі позор болған күнімді сіздерге мән-жайды айтқым келеді. Мына ішінде қалып қоймаса екен деймін. Скандал не болды, соны өз жағынан айтып берші. Ол кісінің жағын біз бәріміз тыңдадық. Енді твоя правда дейді ғой. Сол қалай болды? Енді каждый адам өзінікін дұрыс қылады ғой. Мен өзімдікін деген сияқты. Енді бұл жерде мен бір шараны ашылу салтанатын жүргізу керек болдым. Өзің білесің ғой, қазір кішігірім жүргізіп жүрмін. Менеджерім бұл жерде уақыттан қателескен. 11-де болатын шараны 14:00-де деп жазған маған. Мен дайындалып, сағат 1-лерде адрес сұраймын. Адрес қай жақта деп. Айтпай жатыр қазір дейді де, сосын ару отмена болып қалды дейді. Сосын ладно, деп арғай шаруаларыма шығып кетем. Кешкі сағат 6-да атыраулық блогер деген жағы рилс шығады алдымнан. Мен кімді жылаттым, мен ойыма сол келді. Себебі ешкімнің ақысына кіруге болмайды ғой. Соншама жылап, мен басында ойладым, мен танымаймын ғой ол кісіні. Мен қандай жерде жүргізуге бара жатыр, мен сұрамаймын. Уақытта жоқ қой, білесің. Осындай менде бәріне ақшасы бір, алатын аванс бір. Тек маған сол күні, мысалы, ертең жүргізетін күні 14:00-де осындай адрес деп айтады. Ол кісілер адресін айтпаған, сол күні сұрағанда ответ бермеген. Енді мысалы, абай қараш, сен бір шара жүргізуге сені шақырады. Сен уақытын жатысып кетіпсің, менеджеріңе жатысып кетті. Сені іздеп, сенің номеріңді білмесе де атыраудың адамдарынан іздеп, қалай солай инстаграмға жазып шақырмай ма? Қайдасың сен, көкем, мен бастаймын деп жатыр. Напрямую саған Маған жазбаған, менің ағайындарыма, маған шықпаған. Тек менеджерға бір-екі рет соққан ба, білмей сол. Менеджердің аты? Фатимаға. Сонымен Фатима қателесіп кеткен. Енді бізде бұл бірінші рет бұндай жағдай қателесіп кеткен. Сонымен ана жаңағыдай жылап жатыр, шу. Енді мен ол кісіге соқсам, жаңа ол айтады да маған, сонда менің балаларыма, маған бірдеңе болып қалса, сен жауап бересің ба дейді. Сонда бір ашылу салтанатын жүргіземін деп менің басым бәлеге алды, шынымды айтсам. Басында мен оны жеңіл қабылдадым, білесің ғой, как жеңіл юмормен сөйтіп жеңіл қабылдадым. Не паника болып отыр деп осылай комментарияға жазып кеттім. Мә астында кетті, не паника болып жатыр деп, сен сонда осылай любой шараға не қарайсың ба, жаңа орысша айтқанда безответственно, жауапкершілігі жоқ, бұл сондай. Астында мені жақсы көрмейтін, менің бір қытай қателесіп кеткенімді күтіп жүрген адамдар жасап жатыр екен. Арушкин, давай тек артқа деп, тек төмен деп. Әрбір сондай сәттің, әрбір сондай скандалдың бір сабағы болады ғой. Осы жерден қандай сабақ алдың сен? Негізі бір адамға барлық жауапкершілікті іліп қойып, ол айтады, ол жауапты деп отырмай, запистердің бәрін өзім қарап, осы күні қандай шара бар, бұл ненің ашылуы, сағат нешеде, адрес қай жақ, осының барлығын өзім құнттауым керек екен. Және де мен енді керемет жауапкершілігім мықты адаммын деп айта алмаймын. Менде көп нәрсеге, мысалы, бірдегі шара болса, мен 12:30-да барып тұру мүмкінмін, бірге тақап бару мүмкінмін. Маған сол үлкен сабақ болды. Тайм менеджмент қалыптастырып, жауапкершілікті өзім мойныма алып, сол кішкене жинақы болу керек жұмысымда деп ойлаймын. Енді ол кісіні де кінәламаймын. Біреулер ол кісіні хайп жасады, сонша жылайтындай не болды деп те жатыр, енді білмеймін. Окей, түсіндім. Ал енді блогерлік өмір туралы айтып жатырық қой, скандалыңды айттық, ең бірінші өміріндегі да. Мен деген сен туралы ақпарат жинағанда ондай табамаппын, тек қана осы бір түйір скандал болды. И то мен ол жердің уақытын білмей қалдым өзім. Келем дейсің ғой. Негізі лақтырмайсың ғой. Енді ең үлкен гонорарын, ең үлкен рекламың не болды? Қандай компания, не жарнамалады? Бей групп
B-группаның. Иә, бірақ енді мен үлкен дегенде, мен әрі кетсе, ол компаниялардан бір 500 мыңнан аспайды. Себебі мен под ключ, рилс, немесе керемет амбассадорлық, лицо алып жатқан жоқпын. Разовый рилстар, разговорный, выездной рекламаларды қосқанда, сол әрі кетсе 480-500 мыңдай ақша шығады. Сол мен өзімнің үлкен гонорарым деп ойлаймын. Енді бұл нәрсе стабильно болып тұратын болғасын, қазір енді неше түрлі тұрғын үй кешендері салынады, неше түрлі іс-шаралар жүргізеді B-групппен, жақсы жаңағы байланыстамыз. А вот Арушкин қандай жарнаманы алмайды, қандай жобаларды алмайды, сондай сенде принциптер бар ма? Бар. Кіммен жұмыс істемейсің? Енді B-группты алып отырғасын, басқа тұрғын үй кешендері жазғанда ойланып қалам, бәрін қатар алмауға тырысам. Жаңағы бір қас жасау, ламинирование, ондайлар жасамаймын. Себебі ол процедураны мен өзімнен өткізбегесін. Өзім ол процедураны алмасам, жасай алмаймын. Және де букмекерский неше түрлі, сосын нумерология деген бар қазір. Сюцай, таро, неше түрлі жаңағы психоаналитиктер бар. Ондай консультация рекламаларға жарнама алмаймын. Барлығын негізі өзімнің немнен фильтрімнен өткізіп алуға тырысам. Байып кетуге болатын еді, абай. Байып кетуге, бірақ жаңағы на совестен жасауға тырысам барынша. Все подряд ала бере алмаймыз. Аружан, сен деген тек қана театрда актриса емессің, өз блогында да актрисасың, және де бәрімізге ұнайтын бір персонаж бар. Әже. Ай, мынаны айтыңдаршы, бартер деген не? Бартерге құрт берейін ба дейді біреу. Әкел деді ме, түсінбесем кімнен дейдарада сұрайым деп еді, ол келмей жатыр ғой. Сол туралы айтып кетсең, ол қалай шықты? Қалай басына келді әжені ойнауға? Иә, түсіндім. Айналайын балам енді деймін ба? Енді әже рөлі мен өзімнің әжеме қарап шыққан шығар енді. Бірақ мен қалай айтсам болады, бізде бір спектакль болды, спектакльден шығып кетті. Сол кезде маған бір рөл берді, бір ауылдың бір мұғалімі сол кезде. Сосын жаңағы құрбым актриса Айгерім, оның кіта сол бір Батима Жарқова деген персонаж 50-дегі бір апайдың рөлін берді, возрастной рөл берді. Сол екеуміз рөлімізді шығарған кезде ойнап бір-бірімізге нағылдайды құрсын деп естіп жаңағы анан шығаруға тырысып бар ғой. Себебі жас адамға жаңағы возрастной рөл ойнау оңай емес қой. Сөйтіп екеуміз солай әжелердің тілінде солардың бір несімен сөйлеп бастадық қой. Сөйттік те, неге видео түсірмейміз деп ойладық. Одан Батима мен болып кеттім, Айгерім журналист қыз болды. Атырауда жағасы тар жағдай, бір әже бірдеңе бүйтіпті. Ай, осы сендер неге мына мусорды жинамайсыңдар? Осылай сөйтіп шықты. Дауысын әжелердің уже зерттей бастадым. Олар қалай сөйлейді? Олар мысалы бір жаққа біреу әдемі болып келіп батса, мә жарасымды жақсы екен демейді ғой. Ойбай, керім тіпті. Қайда батсың? Осылай сөйлейді ғой енді. Жаңағы, қой бет мұншаға үзіліп не алдайды құрсын? Осындай бір қызық сөздерді айтады. Соның бәрін жинап бір күні TikTok-тан маска көрдім ғой, әженің. Болды ғой. Ананы тек салдым да ары қарай кетті. Бір видео салып көрдім, ол кәдімгідей енді жақсы қаралым жинағаннан кейін мен түсіндім. Значит, осы өтіп тұр. Себебі бәріміздің мамамыз сөйтіп тиісіп сөйлеп отырады, әжеміз сөйлеп отырады. Бәрін қарадым да, тек сонымен кете бердім. Бірақ соңғы кезде мен қазір әжені көп түсірмеуге тырысам, сағындырып салуға тырысам. Себебі бір нәрсені қайта сала берсең, адамдар жалығып кетеді ғой. Сондай. Жаңа персонажды ойында бар ма? Негізі мен бір кездері Маса деп шығарған едім. Масаның жаңағы маскасы шықты TikTok-та. Енді онда бұлай сөйлейді да, ол ё-моё деп естіп сөйлейді. Соны өзімді көргім келді да, енді ол да халыққа ұнады, өтті. Бірақ ол Масаны көтеріп отыру үшін уақыт екен. Бір әженің өзін түсіру үшін қандай уақыт керек, шабыт керек оғанда. Алып жеріп тастай алмайсың. Сол үшін де мен басқа образдар жасай қоймадым. Енді бәрі де уақытқа келіп тіреледі деп ойлаймын. Егер бір творчествомен Инстаграмда разный образбен шығып, видео жасап, сол бойынша жүрсем, контент жасасам, онда болар еді. Ал қазір менің контентім лайфстайл ғой. Сол үшін де оны қоя салдым. Алдағы уақытта ойы бар, әртүрлі персонаждар шығарып, сериал, инста-сериал деген қазір танымал ғой. Сондай жасағым келеді. Түсіндім. Ал енді әрбір адамның өзінің арман рөлі бар, кинода, театрда. Сол туралы айтып кетсең, мысалы,
например Ахан Сатаевтың Томирисін иә жаңа бөлімде жаңа несінде сондай сияқтылар бар ма? Мен негізі Томирис рөлін бір сұхбатымда да айтқанмын, маған ұнайды ол деп, себебі ол енді өте Шын ба, мен мысал ретінде айтып отыр едім. Шын дөп түстім дейді ғой, себебі енді Томиристің жалпы өмірде қандай болды деген зерттесек, өте бір сондай рухты, ештеңеден қорықпайтын, тайсалмайтын сондай мықты ару болды деп айтып жатады ғой. Бірақ енді мен ойлаймын, адам армандағанда да бір өзінің түр әлпетіне, дене бітіміне сай армандау керек, өзінің мүмкіндігіне. Мысалы, мен шаба алатын жеріме дейін шабам, мысалы, сен өзіңнің әлің жетпейтін нәрсеге, ол нәрсені босқа армандап, ол арман орындалмай, сөйтіп ішіңде қалып қоймау керек. Сол себепті мен өзім қатты арманшыл адам емеспін. Шынымды айтсам, мен былай ойлаймын, өнер ол біздің жаратушыдан келген бақ қой. Ал маған алдағы келетін бір 5 жылдықта, 10 жылдықта келетін рөлдердің барлығы маған бағым өзімнің, Алланың беретін. Және ол рөлді Алла тағала маған жамбасыма келетіндей етіп береді. Мен қазір армандап Томиристі болсам, Клеопатра болсам, егер менің натурам оған келмесе, режиссерлар мені ол рөлден көрмесе, бос армандап қайтем. Сол себепті, ал кинода, мен киноға түскім келеді. Ол енді арманым да бар. Театрда роль армандамасам да, кинода бар. Басты рөлде. Бірақ кинода да тоже адекватно қараймын. Менің 2 балам бар қазір. Күйеуім бар. Күйеуім кино дегенге тіпті қарсы. Себебі енді кинода сен клиент қыздармен қасында осылай подружканы ойнамайсың, ер адаммен жақындап ойнау мүмкінсің, енді ер адам қызғанады, біреудің әйелін ойнайсың, мүмкін ол жерде сүю керек болады, құшақ бір төсекте жатып, ондай нәрсеге күйеуімнен аттап, босқа енді ол нәрсемен де қиялданғым келмейді. Киноға түссем, бір жинақы, өзімнің жаңағы мінез құлқыма сай келетін, өзімді жақсы ашатын бір эпизодный рөлдерге түскім келеді. Артық бір ерсі қылығы жоқ, күйеуіме де разы болатындай, өзімді экраннан көріп бір гештальтымды жабатындай роль болса. Бәрі деп жаңағы Алланың жазғаны ғой енді. Екі балам бар, бір қыз, бір ұл. Аттары? Әдемай, Алижан. Әдемай, Алижан. Керемет, нешеде? Әдемай 4-те, Алижан 1-ден кетіп жатыр. Сол екі баланы тәрбие бергенде не ұстанасың? Сол туралы айтып кетсе, мысалы мен Инстаграмда стористер көрем, садикте анда апарасыңдар, тамағын бересіңдер, подаркасын бересіңдер, қасында ұстатасыңдар, тыңдамайды, андай не у-шу да. Бірақ мен өзім жақсы көрем сол у-шуды қарағанда, андай не қызық та сондай стористер баламен ахваттады өтеледі, солай шығар. Сол тәрбие туралы айтып кетші, неге деп? Мысалы мен білмеймін, мен көре алмаймын сториз арқылы қандай тәрбие бересің, не түсіндіресің, не үйретесің, сол туралы айтып кетсің. Сторизда енді 30-40% көрінеді ғой, ар жағы білінбейді, қандай ана. Мен енді өзімді ленивая мама деп айтсам болады. Мен еріншек болмамын, мен баланы өмірге әкелгенім болмаса, мен бір оны өбектеп, анда-мында апарып, бір ондайым жоқ. Тек менің мойнымда, егер олар ауыра қалған жағдайда, мен міндетті түрде жаңағы врачтарға апарып, емін жасап, ол жерде жауапкершілік танытамын, денсаулық болғасын. Былай уақытта мен баланы бір бауырыма басып, тәрбиесіне көңіл бөлем деп айта алмаймын. Негізі қазақта жақсы айтады ғой, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деп. Кейде мен бір артық сөздер айтып қойып, сондай бір болады ғой, бір орысша сөздер айтасың ғой, то пофиг маған деп. Соны әдемі то пофиг маған деп қайталап жүреді. Сол баланы үйретпе деген, сол бала бәрібір сенің копияң болып шығады дейді. Енді тәрбиемен айналысуға әлі ерте деп ойлаймын. Балалардың санасы әлі толық дамымаған, 4-те болғанмен тілі шықты дегенмен, жаңағы көп нәрсені ол әлі түсіне бермейді. Сол мен стористі көремін, еркін жүру. Еркін, ерке. Неге ол еркіндікті берем? Себебі біздер өзімізде болмаған еркіндікті, өзіміздің көрмеген нәрсемізді біз балаларға бергіміз келеді. Біздер бұрын үйде артық шашып ойнамайсың, жаңа кейде шашып тұрсаң ұрыс естіп аласың. Енді мен ұрыспаймын деп айта алмаймын, тіпті соқпаймын деп те айтпаймын. Мен негізі как типичная мамамын. Как она? Салысталатын, жыныма тисе ұрысып жіберетін, бірақ еркіндік беремін. Мысалы, сырттан топырақ алып келіп жерде ойнаймын десе, жарды сызам десе, судың ішіне бірдеңе салып былықтырам десе, енді мен ондайға қарсы емеспін, арна жинап аламын деген сияқты. Бала ол балалығын оны ұрламау керек. Ойнасын, шашсын, бүлдірсін, дүние алынады, жасалады, баланың сол бара есте қалатыны бір жаңа дамуына да жақсы, моторикасына солай. Ал былай енді баламды өбектеп, оны бір жаңағы бассейнге апарып, бірдеңе развивашкаға жоқ, оны мен шынымды айтсам, қазір мен өзімнің немді жасап жатырмын.
карьерамды өзімнің блогыммен басым айналып жүр. Балаларға шынымды айтсам, көп уақытымды бөле алмай жүрмін. Тиісетін сұрақ. Тиісе бер. Иә, біліп тұрсың ғой, жаңа өзің айтып тұрсың. Балаға да уақыт жоқ, блогерсің да, актерсың да, андай баланс жоқ та. Иә. И андай сезім жоқ па? Например, осы блогерлікте де тұрып қалдың, актерлікте де тұрып қалдың. Адаптация. Мамада да, иә. Чувство вины ма? Чувство вины и бір жерде. То есть, біреуін таңдауға болмайды ма? И сол бірге күшті энергияны бір салаға салуға. Енді былай ғой, жалпы әртүрлі коучтар айтып жатады ғой, өмірді балансты ұстау үшін жаңағы 4-ке бөл, 25-25%-дан сосын каждыйына уақыт бөліп тұр деп. Енді мен шынымды айтсам оны жасай алмай жатырмын. Бірінші менде ол тайм менеджментті болмағандығы шығар, жаңағы үйден кеш шығасың, уже активно жұмыс жасайтын уақытта ұйықтап жатам, кешке кеш жатам деген сияқты режим дұрыс жоқ. Енді блогерлікті де, актерлікті да қимаймын. Тек қана театрға басымен кіріп, ролімді шығарамын, керемет актриса боламын деп талпынбаймын. Себебі бірінші жасыратын несі бар, блогтан маған актерліктен қарағанда 10 есе көп ақша табыс келеді. Актрисалық ол енді сол өнер, сахнаны қимайсың. Мен кетсем қайтып келгім келіп аңсап тұратынымды білем. Бірақ бір ойым, блогерлік және де осы театр екеуі экологичны, бір-біріне жарасымды, бір-біріне қатты бір аса жаңағы кедергі келтірмейді деп ойлаймын. Сол үшін қатар алып жүрмін. Егер біреуі бухгалтерский учет болып, бір жағы театр болса үйлеспес еді, учет жасау қайда? Ал театрда ойнап күліп, роль ойнап жүріп, блогыңды да жасай беруге болады. Между репетициями съемкаңа барып келесің, сұрана қоясың деген сияқты. Ал вот ана рөлінде менде өзімді кінәлау көп болады. Енді мен балаларға саморефлексия болып тұр ғой да. Иә, біліп тұрмын. Мен жетпей жатам балаларға, оны білемін. Енді бұл жастық па, бұл енді білмеймін, балаға да байланбағандық па, енді кейде ойлаймын осыларға бір сапалы уақыт бөліп, аптасына 2 рет таза ауаға шығарып, күштетіп бір қыдыртып, игровойына апармайды екен, көбінесе нянялары бар. Солай. Кешке ғана бір келіп жатам үйге. Тіпті бір қызығы, 1 жас 7 ай балам тек қана папа деп айтады, мама деп айтады. Вот Алижан мама десем деп папа деп тұрады. Бұл маған өзің үйде дұрыс болмайсың деп айтып тұрған шығар. Ал енді жаңағы қазақ жастар театрын бірге талқылайық. Меніңше қазір театрға бару, театрды қолдау, спектакльді қарау трендте емес. Мысалы, мен өз-өзімнен, мен сізге сұхбат алып отырмын ғой, мен өз атына айтамын да, мен театрға бармаймын. Маған қызық емес. Сен неге бармайсың? И айтқым келетін, мен деген бір адам десе ғой, біз 1000, 100 мыңдай, мен сияқты бәрі. Қызығым жоқ театрда. Былай ғой, мен осы сұраққа керісінше айтар едім. Себебі осыдан мен 7 жыл бұрын театрға келгенде было плачевное состояние, көрермен жинау өте қиын болды. Кейбір спектакльдерге бір 20-30 адам шүнтиіп отырса да, театрдың ережесі бойынша біздер бір ғана көрермен келсе де ойнаймыз. Ал қазір арада 7 жыл өтті. Біздің спектакльдер саған өтірік маған шын аншлагсыз өтпейтіндей жағдайға жетті. Солдаут. Билет қашан ашылады? Бұл спектакль енді тақиялық періште енді қашан болады осындай? Енді барлық спектакль деп айтсам мүмкін енді бұл артық айтқан боларым жарайды. Енді мен білетінім бір басым көпшілік 70% біз жинап тұрмыз. Себебі Атыраудың жастар театры жастарына үлкен жалын берді. Мен өзім блогер ретінде бұған үлкен үлесімді қосып отырмын. Себебі мен үшін менің театрымда бос орын болмай, билетті кәдімгі есік алдына келіп билет бар ма деп тұратындай болу керек. Мен өзім мақсатым сол. Өзім ойнаған спектакльдерді аншлаг қылмай қоймаймын. Рекламасын барлығы маркетингке байланысты абай. Кез келген дүние. Қазір мен осы киімді сататын болсам да, бұл киімнің материалы мынадай, бұл киім былай тұрады. Сіз бұны и тойға да, ойға да келсіз деп реклама жасаймын, сонда бір жазушының өзінің ойын толғап отырып 50 бет жазған бір пьесасын неужели мен көрермен жинай алмаймын? Бұл үлкен ойы бар спектакль ғой. Жеңіл кинолар көп қой қазір. Сен айтып отырсың, мен деген блог арқылы жаңағы пиар жасаймын, маркетинг жасаймын деген. Бір күні Арушкин театрдан кетсе,
жалпы театрдың басқалары жиналмайды ма? театрдың- Ешкім келмей қалады ма? Вот түсіндім, иә. Театрдың маркетинг бөлімі бар, администраторлар жұмыс жасайды. Мен декретте болған уақытта, мен енді 2 балам бар, мен 2 жылдай, 3 жылдай театрда болмаған кезде де театр керемет көрермен жинап жүрді. Бірақ енді бұл да үлкен жұмыс. Тіпті керек болса, менің атым Қожа спектаклі қойылады ма, Атыраудағы мектептерді аралап, афишасын таратып, таргетпен жұмыс. Бізде енді арнайы SMM мамандары, видеограф, операторлар бар театрда, тиктоктың таргетіне салады. Сол арқылы да жинап жүрді. Бірақ қазір де жинайды, мен болмасам да енді бүткіл Қазақстанның театрын мен ұстап тұрған жоқпын ғой, сол сияқты. Мысалы, Алматыда Салтанат Бақаевалар, Астанада Жұлдыз Абдукаримовалар, олар барлығы да театрды көтеріп жүр ғой. Жанел Макажан, жаңағы жігіттерден Аян Өтепберген, Асылхан Төлепов, барлығы соларды көру үшін. Менің айтқым келгені, менің блогымда мені көрген адамдар, мен ойнаған спектакльде мені сахнада көргісі келеді. Бұл актрисаның лицосын айтып жатырмын. Ал жалпы театрдың көрермен жинауы ол маған байланысты емес негізі. Олар менсіз де жинайды. Сын мен критиканы қалай қабылдайсың? Болды ма, например? Болады әрине. Көрермен айтады, что-то ұнаған жоқ Аружан. Әрине болады. Или мысалы мен қалжыңдап айтамын ғой, лашын сенен ана театрдағы лашын ойнайды деп па? Енді біріншіден на вкус и цвет товарищ нет дейді, о вкусах не спорят деп орыстар жақсы айтқан ғой. Енді сынды көтеру ол адамның эгосына байланысты. Егер сенің эгоң мықты болса, ол жерде нағыл дейді, өзі ойнап алсын онда деп ойлайсың да, ол мені көре алмай тұр деп. Ал егер адекватно қабылдайтын болсаң, сын айтқанды жақсы көріп тұрасың. Қалай сыртымнан сутулица етіп жүрген жоқпын ба? Қалай сөзім қалай, рөлім қалай шықты деп шын сұрайсың, және де шынайы жауап күтесің. Мүмкін біреулер енді, да, күшті актрисасы деп айту мүмкін. Мен де мынадай сын естідім. Аружан сахнада, мен блогер Аружанды көрдім. И оған блогер болып жүре берген жарасады екен, актриса жараспайды екен. Мен оны сахнада көре алмадым деп, осындай 1-2 адамның сынын естідім, және өзіме жеке айтқандар да болды. Қабылдаймын. Мүмкін, былай ғой, бір рөлді шығарған кезде, егер мен дәл сол Аружан болып ойнап тұрсам, ол менің над рөлі жұмыс жасамағаным. Рөл алған кезде, мысалы, мұғалімнің рөлін берді. Мен дәл Аружанның жүрісін, дәл Аружанның дауысын, сол мимикасын, сол банақ жестикуляциясын салмауым керек. Мен оның физикасын тауып, осанкасын дұрыстап, дауысы қандай, мысалы, ол қалай сөйлейді. Оның мінезі дәл осы та-та-та деп мен сияқты жаңағы пысық Аружан емес, мүмкін ол байсалды мұғалім шығар. Мүмкін ол өзінің бір характері бар шығар деген секілді үлкен рөлмен жұмыс жасауым керек. Сол кезде халыққа ұнайды деп ойлаймын. Себебі еңбек қашанда бағаланады, өнер сатылмайды ғой. Ал сыни көзқарасты дұрыс қабылдай алам. Кейде болады, сынның да, сыншының да түрі бар ғой. Бет алды, бетің бар, жүзің бар демей басық болады. Анаған жоқ дейтін мысалы, ол өзінің... Жоқ, енді атыраулықтар тіке айтады. Атыраулықтар тіке айтады, иә. Ол Астанада, Алматыда шамалы типа. Иә, сыншылар шақырады ол жерде. Сәндік жасайды, позитив, негатив, позитив. Біздікі деген клиент негатив, негатив. Атырауда енді қай жағынан да қиын ғой бізде. Кішкентай ауыл сияқты бір-бірін көре алмайтын. Сондай. Бірақ енді ойлаймын, барлығын өзгерту өзіміздің қолымызда ғой. Сынды қабылдаймын, но ол сын жүйелі болса, дұрыс дәлелдеп, дұрыстап бір жаны ашып, менің өсуімді қалап айтылған сын болса, қабылдап сол сынмен жұмыс жасауға тырысам. Ал бет алды жаңағыдай бір менсінбей айта салған бір өзінің бір өзінің 5 копеек дейді ғой, өзінің бір болмайтын 5 тиынын тығып тұрған сын болса, онда деймін де енді жүре беремін. Ал енді біздің жаңағы блогерлердің деңгейін бірге талқылайық. Сен ойынша Атыраудың блогерлері қандай? Сразу айтайын, блогерлердің деңгейі төмен. Ойнап айтам. Енді деңгей дегенде қай жағынан? Енді бұл сауаттылық жағынан ба, сол сұрап тұрған боларсың. Блогерлерге біздер көп нәрсені артып қоямыз, сен байқайсың ба? Олар анандай болу керек, мынандай болу керек, халыққа пайдасы тию керек. Негізі блогер деген қайдан шыққан? Блог жүргізетін адам блогер ғой негізі. Енді Атырауда айтады ғой, Атырауда блогер не бар ма не? Пабликтер шығарады ғой бірдемелері. Шынымды айтсам, мен сүйікті блогерім. Бізде не? Блогерлер бар ма не дейді? Атыраудың блогерлерін менсінбеймін. Осылай жазады көбі. Менсінбесе әркім өзі біледі ғой. Енді блогер бар ма дейтін адамдар қызық, иә? Сонда біз не істеп жүрміз? Мысалы, мен элементарно, мен қалай халыққа көмек бере аламын, не беріп жатырмын халыққа деп ойлаймын, иә? Сонда
менің ойыма әртүрлі ауыр халде жатқан адамдар сбор қайырымдылықтармен мен жаңағы көп оларды парақшама салып оларға көмектесіп әртүрлі ярмаркалар жасап тұруға тырысамын. Соның барлығы блог арқылы ғой. Егер олардың еміне қаражат жиналса мен қуаныштымын. Мен бір Руфина деген кішкентай қыз болды, менің қызыммен құрдас. Сол жазылып шықты. Мен сол басын ауырғаннан бастап жазылғанға дейін сонымен бірге болып салып жүрдім. Енді сол да блогердің халыққа пайдасы ғой. Ал деңгейі блогерлер сауатты болу керек. Қате жазбау. Элементарно мен мысалы орысшам супер-пупер емес, мен орысша жазбаймын. Мен енді өзім де қазақылыққа жақынмын ғой, көбінесе қазақша сөйлеймін. Сол үшін қазақша таза сөйлеуге тырысамын. Банағы ойнап болмаса, былай негізі блогерлер сауатты болу керек. Енді Атыраудағы топ 5 блогер кім сенің ойынша? Бірінші кезекте блогерлерден ба? Иә. 5 Мен? Сен? Екінші Арушкинс деген қыз бар. Тағы да мен деп па? Бірінші мен ойлаймын енді өзіме ұнайтын, өзім қарайтын блогерлерден Дика Страйд айта аламын. Дика Страйд маған, мүмкін ол актриса болғасын да маған жақын шығар. Бірақ енді сапалы жүргізеді, грамотно жүргізеді. Келісемін. Екінші бізде блогерлер енді көп қой негізі. Мүмкін бай деп айтуға болмайды. Көремауымыз керек па, неге айтуымыз керек деп па? Тағы кім бар? Енді мүмкін ресторанная критикасы шығар, Нура. Неге? Себебі халыққа парақшасы өте пайдалы. Біліп отырасың, бір жаққа барайын деп жатқан соң ашып қарап деген сияқты. Үшіншіден тағы кім бар? Мүмкін пятерочка Заида шығар. Заида, төртінші. Так, кім? Альбина Апок. Альбина Апок. И Айдана Тусупова. Айдана Тусупова. Айдана маған да ұнайды. Иә, ұнайды. И саласындағы алғашқы эксперт. И және де халыққа көмектеседі. Вот, адамдарға. Мен өзім сол Айдананың айтуымен алдым екен. Керемет. Ал енді ұнамайтын блогерлер бар ма? Бар, мысалы Абай Амир. Неге? Ұнамайтын дегенде жоқ, олай айта алмаймын. Олай айтқан дұрыс емес те болар. Іштей ұнатпай жүре берем ғой. Да? Іштей, иә. Бірақ бар, да? Бар, енді. Бірақ үндемейсің. Иә. Бірақ мен ол адамды как сол адамның өзін емес. Блогыны. Блогы, кейбір сөздерін мүмкін менің ойыммен сәйкес келмеуі мүмкін. Ал былай адам ретінде ешкімді жақсы көрмеймін. Ойбай, жақсы көрмеймін. Ешкімді жек көрмеймін, ұнатпаймын деген жоқ. Параларға қарайсың ғой. Көбісі еркектер ресторанға шыққан қызғанады, просто әсер прям сахнада, әртүрлі рөлде, еще блогерсің, неше түрлі шараны. Сен кіммен шақырмайды, өзің шақырасың? Өзім шақырамын, еще жігіттер болады айналамда. Оның барлығында егер мен енді әрбір жігітпен жаңағыдай қалжыңдасып, қылжақтасып сөйтіп жүрсем, оған да ұнамас еді. Барынша өзімді енді түзу жүруге тырысамын. Ал сахнада көрінуім, біріншіден ол менің спектакльдеріме келмейді, премьераларыма келмейді. Біреулер жаңағы актрисаларға кейде қызығам, күйеулері қарап, жаңағы гүл келіп, мен енді сұрап алып келіс демесем, енді көп келмейді. Бірақ мен оған да ренжімеймін. Ол театрды түсінбейді, өнерден алыс адам. Тек сол мені қыспай, бармайсың, жұмыстан шық демей, осылай қолдап жүрсе болды. Бірақ бірде соңында көрмедім ғой. Гүл әкелгені. Енді ол қандай ұрыс керсен кейін. Сен деген құлап, прям сезімге. Еріп беріп па? Ол кезде біз арамызда енді отбасы болғасын әртүрлі енді болып тұрады ғой, әртүрлі жағдайлар. Екеуміз бір қатты бір келіспей қалдық. Шынымен де қолдау күтесің, кейде мені жан-жақтан танымайтын адамдар қолдап, қолпаштап жатқанда, туған күйеуім деймін ба, қисыңдағы күйеуім қолдамағанда көңілім түседі. Сол кезде айттым, мен сені күтемін дедім. Келсең кел, енді келмесең де ренжіме, бірақ мен күтемін деп жаздым. Сонда спектакльдің аяғында Гүлмен келді. Сондағы овацияны естісең. Ана шапалақ, Атыраудың енді көбісі біледі ғой, енді екеумізді Айжарықты көргенде, мен енді өзімнің жеке концертімді беріп жатқандай болғандым. Айжар өзі қандай адам? Өте тұйық, енді бір плюс, бір минус деп жатамыз. Менің қасыма өзім сияқты зуылдақ адамды қойса, екеуміз сеспай қалатын шығармыз. Мен өзім әкем сияқты адамды іздедім, сабырлы енді. Бір сөйлейтін, сабырлы, артық бір қылығы жоқ. Мен өзім ер адамдарда қалайсың
академ болып кетсің ғой дейтін жігіттер жақсы көрмеймін. Жігіттерге ондай қылық жараспайды деп ойлаймын. Бір қыздардың сырт бейнесіне қарап, оған әртүрлі сөздер арнап, ондайды жақсы көрмеймін. Сондай сабырлы байсалды. Сол жағынан ұнады. Иә, сол. Соған ғашық болдым. Иә, сосын барлығы ұнады. Әзілдеймін жаңағы сөздер шығып. Неден бастау керек блогерлікті бүгінгі таңда? Жаңағыда бір оқырманым осы сұрақта жауап беріңізші деп жазыпты. Енді мен блогер болам деп бастамадым, танымал болам, ақша табам деп бастамадым. Мақсатың ақша болмаса, бәрі де жақсы шығады деп ойлаймын. Қазіргі соңғы кезде бастап жатқан блогерлер көбіне бартерге алады екен бәрін, ақша деген күреп табады екен блогерлер деп соған бір сай амал жасап жатқан кейде байқаймын. Шынымды айтсам, мен бұл нәрсе қызығушылық қандай әлеуметтік желі бар, мен сол жақтың барлығында белсендімін. Әңгіме содан басталу керек деп ойлаймын. Себебі өмірде өзім лидерлік жаңа қабілетім бар. Көбіне любой жерде активный болып отырсам, ол той болса да мен биге шығамын, тост сөйлеп жатамын. Сол сияқты мектепте болсам старостамын деген сияқты сол қабілет шығар. Инстаграмды 2015 жылдан бері жүргіземін. 10 жылдан кетіп жатыр. Ең бастысы тұрақтылық. Егер сен бір нәрсені тұрақты жасамасаң, керемет результат шықпайды, нәтижесі болмайды. Біздікілер бір бастайды, тастайды. Достарым бар, бір күні блогер емес. Немесе шетелге барса сонда блогер болып кетеді, қайтып келсе болмайды. Оған повод керек ол адамға. Не істейін, үйдемін ғой, бала, сол баяқша шаруа, дым қызығы жоқ дейді. Енді менің өмірімде күнде корпоратив болып отқан жоқ қой, сол сияқты үйде де қызықты түсіре білу керек, креатив қосу керек. Негізі көп кітап оқығандар жақсы, көп сериалдар көріп, шабыт алып, идея іздеп, блогерліктің өзіне де әдемі творчестволық подход керек деп ойлаймын. Енді жаңа айтқандай, істі бастасаң тастама, тастайтын болсаң бастама деген. Өз-өзіңе дәлелдей алмай, өзіңе дәлелдей алмаған нәрсені ешкімге көрсете алмай, блогер болғаннан бастамай-ақ қой. Тастамау керек. Бастағаннан кейін адамның алдында бір цель болу керек. Сен прям ондай болған жоқ. Тастайын. Болды, қойдым деген ондай моменттер болған жоқ. Шын айтсам болмапты, себебі әлі де сенбеймін. Әрбір блогерда не болады ғой? Момент па? Момент, да, андай орысша қандай модное слово. Не, перегорел. Шаршадым. Выгорание деп айтады. Выгорание деп, шын айтсам, выгорание болған кездер мүмкін болар, адамыз ғой, кейде энергия жетпей қалып жатады, бірақ ешқашан блогты тастаймын деп ойламаппын. Себебі блогсыз мен білмеймін, мен ойымды қайда айтамын, блогымды жазам ба? Мен өзімнің ойымды, көзқарасымды, өзімнің стилімді, өмір сүру стилі дейді ғой, соның барлығын блогта көрсетіп, кейбір адамдарға ол күлкілі болса, адамдарға позитив, көңіл күй сыйласам, көңіл күйі жоқ адамдарды бір күлдіріп жіберсем, пайдалы болсам, жақсы ойымды, философиялық ойымды деймін ба, ешкімге керек емес деп ойламау керек адам өзін. Мен қызық емеспін деп ойламау керек деп ойлаймын. Енді бастап жүрген блогерлер болса, алдарыңызға мақсат қойып, жүре беріңіздер, кім не десе де жүре беру керек алға қарай. Керемет, андай кішігірім курс болды ғой. Иә, коуч, мотивация. Қалай болу керек блогер? Қазір ешкімге жан ашып, жаным блогерлікті баста, қандай пайдасы бар екенін білесің бе деп айта бермейді ғой. Бірақ айналамдағы адамдарды блогер қылып, менің кейстарым деймін ғой, өзімнің туған 2 апам бар, абысыным бар, подругаларым бар. Қазір продюсер. Мен продюсер деймін ғой, осында қазір сол еңбектерінің, ол әрине менің еңбегім емес, тек мен себепші болдым. Себепші, или мотиватор. Мотиватор. Аржуш кез бар. Досын Айнур кез бар. Фарис кез бар, туған апалар. Келінім бар. Абысынтайым. Сен уже тур проектің бар. Олар өссе, мен қуаныштымын. Басқа да құрбыларыма, жалпы бүгін көріп отқан адамдарға бәріне айтам, мүмкіндік Алла беріп тұрған кезде оны пайдалану керек. Темірді қызып тұрғанда сол керек. Ертең Инстаграмда жоғалар. Қап сол кезде неге мен осылай жасап алмадым деп айтасыздар сосын. Инстаграм жоғалса, тиктокты көшеміз. Тиктокты. Қандай платформа шығады, соның барлығына адам тек как властелин илесіп кету керек қой. Иә, сонымен достар, сәттілік блогер болуына біз күтудеміз. Жаңа Атырауға блогерлер, жаңа есімдер керек. Керек. Қызғанбаймыз бұл жолды. Бәрінің өзінің ризығы бар, орны бар. Ортаға қосамыз. Иә, қосамыз. Группа WhatsApp-қа қосамыз. Жатырқамаймыз. Иә. Керемет. Тек адамның ниеті болу керек, еңбектену керек. Дәл қазір біз көрермен арасында көптеген қыздар қарап жатыр деп ойдамын. Сондықтан қазақ қызы қандай болу керек, қалай даму керек, қалай
өзің көтеру керек, Мгм. сол айтып кетсе. Иә. Енді қазақ қызы деген сөздің өзі өте әсерлі естіледі екен. Біздер сол нәрсені ұмытпауымыз керек. Біздер қазір көбіне орыс қолданып кетіп жатамыз, немесе басқа бір елдерге еліктеп жатамыз. Біз қазақ еліктегіш халықпыз ғой. Бірақ мен ойлаймын, осы сұхбаттың қазақша болғаны да мені қуантады. Ол менің бір орысша сөйлей алмай қаламын дегеннен емес. Біз қазақ тілін, біз неге басқа тілді семіртеміз де өз тілімізді кемітеміз. Біз қазақша сөйлейік, үйренейік, сөйлей алмасақ, ұялмайық қазақша сөйлеуден. Қазақша поэзия оқиық, қазақша ән тыңдайық. Ода тұрған не бар? Қазақша театрға барайық. Иә, қазақ театрына барайық. Әрине басқа тілдің бәрін білу керек, білімді болу керек. Иә, өзім де қызығамын көп тіл білетін адамдарға. Ағылшын тілін үйренгім келеді. Менің қазақшам сияқты орысшам да ағылшыншам да сондай судай болған қалаймын. Бұл шын айтамын. Бірақ қазақ тілін бір жүрекке салып, жақсы көріп осы тілде сөйлеп, қазақтың тілі өте бай, әдебиетін оқысаң шексіз, әдемі тіл. Сол үшін де қазақ қызы қазақша сөйлеу керек. Жинақы киініп, өмір сүргенде бір адамның ұстанымы болады, иә. Ал қазақ қызы арлы, намысты деп ойлаймын. Сондай болу керек. Барынша екі сөйлемеуге тырысып, өмірлік миссиясын жақсы адам болу, адал жүріп, адал тұратын адам қылса, қазақ қыздар жаман болмайды деп ойлаймын. Енді жаңағы, конечно, жастық шаққа бәрі жарасады дейді ғой. Кейбір кездерде болды ғой, қысқа киіп клубқа барады, біреу кальян шегіп көреді. Ондай нәрсені мен бір ерсі көріп, оларды нетіп жатқан жоқпын. Болмайды. Иә, болмайды демеймін. Бірақ Харам. иә, ондай ешкім осуждать етуге болмайды. Бірақ қазақ қызы екен, әрбір қыз ұмытпаса. Мен өзім Біреулер ойлайды да, осы қазақ қызына жарасатыны қылық па деп айтады да. Мен ойлаймын, онда тұрған ештеңе жоқ. Әркімнің өзінің өмір сүру стилі бар. Тек қазақылықты бойымыздан жоғалтпасақ. Керемет. Сұхбат үшін рахмет айтпақшы, рахмет айттым ба? Бүгін керемет ашылып көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Жоқ, наоборот, қазір сөйлеп ал. Бүгін енді маған арналған Сен туралы ғой, иә, сен туралы. Бізде деген керемет ойынымыз бар. Ойын ба, рубрика ма, формат па, келесі қонағымызға қандай сұрақ қоясыз? Келесі қонақтың кім екенін білмеймін, бірақ менің бір көкейімде жүрген сұрақ: егер ол адамға әлемнің мың бетін берсе, егер бүткіл әлем қазір сол адамды тыңдап тұрса, ол не айтар еді? Қандай сөз айтар еді? Әрбір адамның ішінде бір өзінің ойы болады ғой. Мысалы, осы неге адамдар бұлай жасамайды? Неге адамдар қарапайым болмайды? Неге адамдар осы көп ақша тапса өйстіп кетеді деп ойлап жатамыз да. Егер сол сіздің қонағыңыз сондай жерде тұрса, не айтады екен деп ойлаймын. Өте қызық. Рахмет. Қашып, ол жауапты естуге де мен асық болып тұрмын. Осындай шығарылымдар көбейе берсін, айта берсін, өсе берсін. Рахмет. Құрметті достар, осы бірінші бөлім жаңа маусым айта берсін подкасты. Қасымда болған Аружан Сағындықова, танымал блогер, актриса. Саған 25-те сұрақ қойған сияқтымын. Иә. 3-4 локацияда қала бойынша. Иә, сондықтан саған үлкен рахмет, сәттілік. Керемет сапалы сұхбат болды деп айта аламын. Иә. Сізге ұнаса комментарий жазып, қолдау көрсетіп, және де біздің арнаға тіркеліңіз. Келіп кетіңіздер міндетті түрде. Керемет Атыраудың танымал, жалпы осы подкаст Қазақстанда танылып, өзің де өсе бер, дами бер. Ойлаған жетістіктеріңді, ойлаған ойларыңа жеңіл жете бер. Рахмет. Сонымен достар, кездескенше сау болыңыздар.